жұлдызы жоқ шексіз қараңғылықта мақсатсыз адасқан ғаламшарларда елестетіңізші. Олар еркін ұшатын ғаламшарлар деп аталады және біздің құс жолы галактикамызда олардың саны миллиардтаған болуы мүмкін. Бірақ соңғы ғылыми зерттеулер бұл суық әрі қараңғы әлемдер мүлдем жансыз емес екенін дәлелдеуде. Шын мәнінде олардың серіктерінде, яғни айларында өмір сүруге өте қолайлы жағдайлар болуы әбден мүмкін. Егер жұлдыздың жылуы болмаса, бұл айларда су қалай сұйық күйінде қалады? Жауап: тартылыс күшінің қуатында. Ғаламшар мен оның серігі арасындағы күшті гравитациялық тартылыс толысу жылуы немесе приливтік қызуды тудырады. Серік ғаламшарды айналған сайын оның пішіні үнемі өзгеріп үйкеліс пайда болады. Бұл энергия серіктің өзегін ішінен қыздырып, тіпті ең қалың мұз қабатының астында да кең байтақ мұхиттардың сақталуына мүмкіндік береді. Алайда, тек жылудың болуы жеткілікті емес. Жылуды сақтап қалу үшін қалың атмосфера қажет. Зерттеушілер сутегімен қаныққан атмосфера бұл жылуды мыңдаған, тіпті миллиондаған жылдар бойы сенімді түрде сақтай алатынын анықтады. Сутегі өте тиімді жылыжай газы. Ол планетаралық кеңістіктің қатал суығынан қорғайтын көрпе рөлін атқарып, беткі температураны судың қайнауы мен қатуының арасындағы тұрақты деңгейде ұстап тұрады. Өмірдің пайда болуы үшін тек су емес, химиялық белсенді ортада қажет. Бұл серіктердегі мұхиттарда аммиак концентрациясы жоғары болуы мүмкін. Аммиак судың қату температурасын төмендетіп қана қоймай, пребиотикалық химиялық реакциялардың жүруіне жақсы негіз болады. Күн сәулесі жоқ жерде өмір фотосинтезге емес, химиялық энергияға сүйенуі мүмкін. Бұл біздің ғаламдағы тіршіліктің біз ойлағаннан да төзімді және бейімделгіш екенінің таңғажайып айғағы. Бұл зерттеу біздің өмір сүруге қолайлы аймақ туралы түсінігімізді түбегейлі өзгертеді. Енді біз тек жұлдыздардың маңынан ғана емес, галактиканың ең түкпір-түкпірінен өмір іздей аламыз. Мұндай экзоайлардың атмосфералық қысымы мен құрамы оларды жер бетіндегі ең терең мұхит шоңғымаларына ұқсас етеді. Онда экстремофилді организмдердің дамуына барлық жағдай бар. Ғаламшарлар жұлдызсыз болса да, олардың серіктері болашақта адамзат үшін ең қызықты зерттеу нысандарына айналуы әбден мүмкін. Джеймс Уэбб сияқты қуатты телескоптар мен болашақ миссиялар бізге осы көрінбейтін әлемдердің бетпердесін ашуға көмектеседі. Көрінбейтін әлем өз құпияларын ашуға дайын, ал біз жаңа жаңалықтардың табалдырығында тұрмыз.